Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін біз сіздермен онлайн мектеп платформасында сабақ қосу және де басқа функцияларын қарастырамыз. Ол үшін сіз бірінші Google Chrome'ға кіріп, онлайн мектепті іздеп, сол жерден онлайн мектепке кіресіз. Онлайн мектепке ашылған кезде логин және пароль жолағы шығады. Бұл жерде сіз логиніңізді және пароліңізді енгізесіз. Міне, құпиясыз және логин енгізілген соң кіру батырмасын басамыз. Кіру батырмасын басқандан соң бізге осындай бет ашылды. Мынау білімуенттің қолданушының жеке беті болып табылады. Бұл жерде міне қолданушы жирен бет Айгерім, ол мұғалім, және де жеке кабинет, және төменгі жақтарында онлайн мектеп, мектепті басқару, білімуент, компьютерлер, iTest, Твик білім, iMектеп және сұрақтар қойылған мүмкіндігі бар, чат бар. Осы жерден біз өзіміздің жеке бетімізді бұлай жасырып қойсақ болады. Және де осы негізгі бетте міне Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп. Бұл жерде бізге аптаның күндері берілген, яғни дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Осы кесте бойынша біз осы күндері болатын сабақтарымызды көрсек болады. Мысалы, дүйсенбі күні менде 3 сабақ: ағылшын тілі Б, В сыныптарында және сынып сағаты. Және келесі сейсенбі күндегі сабақтарымыз, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндегі сабақтарымызды көрсек болады. Сонымен қатар, мысалы, бүгін жұма күні болса, біз мына жерде өзіміздің сыныбымыздың тақырыбы дұрыс болмаса, немесе тағы да бір сабақ қосатын болсақ, келесі амалдарды орындаймыз. Ол үшін біз редакциялау, сабақты қосу, сабақты қосу дегеннен кейін сыныпты таңдаймыз. Интернетпен байланысуға ақаулар болғандықтан кішкене загрузкасын күтеміз. Міне енді ашылды. 5-ші Б сыныбы, пән, ағылшын тілі. Кез келген өзіңіздің пәніңізді осы жерден таңдайсыз. Міне ағылшын тілі, топ, 2-ші топ. Міне загрузка жолағы жүріп отыр. Мына жерде. Енді сабақтың түрі, менің сабағым, немесе білімуенттің сабағын таңдасаңыз болады. Мен қазір менің сабағымды таңдап, осы бойынша сіздерге көрсетемін. Менің сабағым, сабақты таңдаңыз. Жаңа сабақ, сабақтың тақырыбы өзім қолдап енгіземін. Мысалы, мен сабағымның тақырыбы өсімдіктер болуы мүмкін. Plant. Енді сақтау. Міне сақталды. Менің қазір ғана қойған сабағым осы жерде сақталды. Енді өту батырмасына басып, өту батырмасында міне сабақтың тақырыбы тұр, Plans деп, және тапсырма деген жерге мен енді осы сабаққа қатысты барлық ақпаратты жазуыма болады. Немесе алдын ала жазылып дайындалған Word документтен көшіру арқылы осы жерге қоюыма да болады. Егер де қолмен енгізсем, ол былай болады. Міне сабақтың мақсаты деген сияқты. Және мен бұны міне қарайтсам болады. Немесе астын сызсам болады. Немесе осылай өзгертсем болады. Және сонымен қатар мынаны баса міне үстін сызады сөздің. Бұны алып тастаймыз. Міне мынау мәтіннің енгізілу формасы. Осы сияқты мына жерде біздің Word документтегі пайдаланатын мүмкіндіктеріміз бар тағы да. Міне есеп шығаруға арналған мүмкіндіктер,
тағы да басқа міне түстерін өзгерту деген сияқты мүмкіндіктер де бар. Міне қазір қолданып көрсетейін дейтін болсақ, міне көк түске өзгерді. Ал егер де осыны қайтадан белгілеп алып жасыл түске өзгертсек, демек әріптер өзгереді. Қызылға әріптерін, ал көкке сыртын қоссақ болады. Сол сияқты осы жерге енді біз тапсырмаларымызды да енгіземіз. Міне сабақтың мақсаты. Енді төмен түсіп тапсырма 1. Мысалы, бет 65-ші бет оқулықтағы және 5-ші жаттығу дейтін болсақ, жаттығу. Яғни бала осы бетті ашып, осы жаттығуға қарап орындау керек. Осылай сосын тапсырмасын жазамыз. Сөздерді орындарына қой. Сөздерді орындарына қойыңыз деген тапсырмасы болса, астына түсіп сол тапсырманы жазсаңыз да болады. Сөйлем деген сияқты кітапта жазылған тапсырманы осы жерге көшіріп қойсаңыз да болады. Содан кейін астына түсіп бір тапсырма бересіз бе, немесе бірнеше тапсырма бересіз бе, екінші тапсырма деп тағы да осылай жалғастыра берсеңіз болады. 66-шы бет, 6-шы жаттығу деген сияқты. Сосын бұл тапсырмалар жазып болған соң, сіз мына жерге файл қосуыңызға болады. Файл қосқан кезде сіз не қосасыз? Біз әдетте презентациялар қосамыз, немесе сурет қоссаңыз болады, дауыс қоссаңыз болады, немесе Word документ қоссаңыз болады. Міне, кез келген презентация, міне мысалы осы презентацияны қосамын. Міне, енгізілді, бекітілді деген сөз шықты, жаңа жоқ болған. Немесе қате енгізіп қойсаңыз, қайтадан жою десеңіз болады. Немесе тағы да бірнеше файл қосуға мүмкіндігіңіз бар. Осыдан кейін мына жердегі тағы да бір функцияны айтып өтейін. Бұл функция міне ссылка салатын функция. Бұны бассаңыз, міне мына жерге сіз YouTube-тан бір сілтемені алып басуыңызға болады. Мысалы YouTube-тан бізге тақырыбы plans деген тақырыпқа байланысты бір видео алатын болсақ, мысалы міне parts of plants, өсімдіктің бөлімдері деген сияқты тақырыпты міне мына жердегі ссылкасын алып копировать, және мына онлайн мектепке кіріп, мына жерге мен қоямын. Жаңағы мынадан шыққан, міне мынау тұр, осы жерге міне ставить деп қоямын. Сосын save деген сохранить, сақтау. Міне шықты, менің YouTube-тағы видеом осы жерге шықты. Балалар бірінші осы видеоны көру арқылы мына тапсырманы орындаса да болады. Егер тапсырмаңызға қатысты осындай видео тапсаңыз, осылай енгізуге болады. Ал енді осы сабақта астына үй тапсырмасын құрсаңыз да болады, немесе үй тапсырмасын құру деп бөлек жерге жазуға да болады. Осы жерде жіберу дейміз. Міне төмен түсек жіберу батырмасы шығып тұр. Жіберу, яғни оқушыларға жіберіп жатырмыз, құрметті ұстаздар. Енді сабаққа өту қайтадан. Енді қараймыз, назар аударамыз. Міне біздің жасаған сабағымыз дайын тұр. Балаларға осылай ашылады. Және балаларда мына жерде орындалуы деген бет ашылады. Яғни орындалу деген жерде бұлар бірінші, екінші тапсырманы орындап сізге жібереді. Сол кезде сіз оны қалай көресіз, жіберген, жібермеген. Мониторинг батырмасы, жасыл міне. Мониторинг батырмасына бассаңыз, міне сіздің сыныптың оқушылары шықты, және мына жерде мұғалімнің тапсырмасы, және оқушының жауабы, және бағалау, және тексеру деген әрекеттер шықты. Яғни мұғалімнің тапсырмасын біз енгізіп қойдық, ол дайын. Оқушы орындаған кезде мына жерге жасыл жанады, және мына оқушының жауабы деген жерге жасыл жанады. Яғни орындаған оқушыларда осы жерде жасыл жанады, жасыл жолақтар жанады. Және де сіз сол жасыл жолақ жанған кезде мына тексеру деген батырма активироваться етіледі. Яғни әрекетке дайын болады. Осы тексеру дегенді басасыз ол кезде,
тексеру дегенді басқан кезде оқушының жауабы шығады астынан. Мысалы Айбын Алғыстың жауабы шығады. Бұл жерде оның жауабын сіз тексересіз, қаншалықты дұрыс емес екендігін, және соған байланысты оны осы жерде бағалайсыз. Бұл жерде мына төменде 1, 2, 3, 4, 5, 6-дан бастап 10-ға дейінгі формативті бағалаудың сандары шығады. Соның біреусін басасыз, сол кезде сол сандардың біреусін басқан кезде сіз оны бағалайсыз, яғни жауабына байланысты. Сол кезде мынау бағалау деген жерге сол бағаңыз автоматты түрде шығады. Енді видеоконференция бөліміне өтеміз. Видеоконференцияға сіз алдын ала уақытты жоспарлайсыз. Мысалы, мен 12:30-ға қоятын болсам, оны видеоконференцияны 30 минутқа қоятын болсам, құру. Міне, сілтемені көшіру арқылы сіз оқушыларға WhatsApp желісіне де жіберсеңіз болады, немесе оларға өздеріне шығып тұрады автоматты түрде. Олар көре алады. Видеоконференция деген жерге басса, телефондарынан оларға осы синхронды сабаққа сілтеме дейді. Сол сілтемені басып, олар кіреді. Енді мен сабақты бастау деймін. Сабақты бастағанда бізге осындай экран шығады. Міне осы экранда мен өзім отырмын, Жиенбет Әйгерім. Қазір міне жерде сіз дауысын шығаратынды көріп тұрсыз, және видео түсіретінді көріп тұрсыз. Осыны бассақ, менің бейнем және дауысым шығатын болады. Міне, қазір ол сызылып тұр. Бассам, міне, мына жерде запрашивает разрешение, рұқсат сұрап тұр. Иә деп, разрешить деп басамыз. Міне, қазір мен сіздерге анық көрінбей тұрмын, себебі артында күн түсіп тұр. Мынау дауыс шығаратын шығып тұр. Міне, былай бассақ өшеді, былай бассақ мынау өшеді, мынау да өшеді. Енді құрметті ұстаздар, мына жерге назар аударамыз. Бұл демонстрация экраны деген өте маңызды сәт. Яғни осы демонстрация экранынан бассақ, бізге осындай терезе ашылады. Бұл терезеде міне весь экран, окно программы және вкладка Chrome деген үш осындай жер ашылып тұр. Егер мен окно программыға басатын болсам, бізде алдын ала ашық тұрған, компьютерімізді ашық тұрған программалар болады. Мысалы, Word болуы мүмкін, немесе әдетте біз слайд жасаймыз. Қазір мен кез келген слайдты ашамын. Міне, компьютерда мен осындай слайдты ашып, қазір төмен түсіп қоямын. Міне, ол төменгі жерде бізде тұр, иә. Енді міне Chromeға қайттан кіремін. Білімуент міне весь экран, сосын окно программы дегенге басқан кезде, қазір ол загрузка жүріп жатыр. Мына жерге менің осы ашқан слайдым шығады. Міне, сосын үшінші вкладка Chrome. Вкладка Chrome деп отырғанымыз ұстаздар. Міне осы жерде онлайн мектеп, YouTube және настройка пароли деген, ол енді бізге қазір қажет жоқ. Оны өшіріп тастаймын. YouTube және онлайн мектептің терезесі ашық тұр. Міне, мен қазір YouTube-қа бассам, поделиться деп басамын. Ол жерде міне мен жаңа іздеген видеомды біз осылай сабақтың үстінде де көрсетсек болады оқушыларға. Міне, бағанағы жерге ссылка қылып та қойсақ болады. Міне, мен осылай қостым. Осы видеоны осылай оқушылармен бірге сабақтың үстінде осылай көруге мүмкіндік бар. Демек, міне осы видеоны көреміз. Көріп болған соң, қайтадан міне біткеннен соң, соңына дейін көріп біткен соң, оны өшіріп, қайтадан онлайн мектептің терезесіне көшемін. Және де демонстрация экраныға басамын. Енді слайд, окно программы. Міне, мен слайдым ашылды. Көрдіңіздер ме? Окно программы деген бөлімде міне менің ашық қойған слайдым. Міне поделиться, бөлісу деген батырмаға басамын. Бөлісу батырмасына басқан кезде, қазір менде слайд ашылады. Міне слайд ашылды. Құрметті ұстаздар, кішкене қатып жатыр. Показ. Міне, қайтадан, міне ашылды. Поделиться.
міне закрыт доступ деп тұр, иә. Приложение онлайн мектеп представило доступ к окну, міне. Скрыть, поделиться. Батырмасы кішкене интернеттің баяулығына байланысты істемей тұр қазір. Міне жоғарыда қазір мынау ашылып жатыр ғой. Кішкене интернеттен қиындықтар туындап тұр. Міне бұл толығымен ашылу керек сіздерде. Осы міне осы терезе сіздерде толығымен ашылу керек. Міне, осылай толығымен ашылады сіздерде, құрметті ұстаздар. Осыны показ слайда деп, міне басынан қойып, сабағымызды осы слайд арқылы оқып отырып түсіндіре берсек болады. Біздің даусымыз да естіледі, слайдымыз да көрінеді, сабақ бойынша жасаған, иә. Енді бұны жауып тастаймыз да қайтадан онлайн мектепке ораламыз. Онлайн мектепте бұл демонстрация, құрметті ұстаздар. Енді қол көтеру деген бар. Хочу говорить. Егер оқушы бір нәрсе айтқысы келсе, сұрағысы келсе, осыған басса болады. Және де оқушыларда мына жоғарғы жағында рефлексия деген бізге қажетті нәрсе, яғни балалар бүгінгі сабаққа байланысты көңіл күйлерін қалай деп сұраған кезде осы смайлик арқылы жауап берсеңдер болады. Осы жерде оқушыларда 3 түрлі смайлик ашылады. Көңіл күйі жақсы, орташа және нашар деген. Сендер бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Немесе сабақтың соңында сұрасақ болады. Оқушылар сендерге сабақ түсінікті болды ма? Соны осы смайликтер арқылы жіберсеңдер деп, сол арқылы өзімізге рефлексия алсақ болады, құрметті ұстаздар. Сонымен қатар міне мен қазір жалғыз отырмын. Мына жерге оқушылардың барлығы, шыққан оқушылардың бәрі өстіп аты жөнімен аспасына шығып тұратын болады. Енді мынау міне мына жерде мен жалғыз отырғандықтан бір ғана мен шығып тұрмын. Егер бірнеше оқушы болса, осы жерге бассам, 10 оқушы болса, 10 оқушы шығып тұрса болады. Олар өздерінің камераны қосып отырса, мен түрлерін көріп отырып, олармен сұрақ жауап әдісін жүргізсем болады. Сондай-ақ мына жерде де полный экран, міне үлкейту, я микрофон, міне барлығын микрофонын сіз қолдап өзіңіз өшіріп тастасаңыз болады. Қатысқан оқушылардың статистикасын көрсеңіз болады. Видео YouTube жаға көрсеттім, осы сияқты нәрселер осы жерде бар. Енді сабағымызды өтіп кеткен соң біз не істейміз? Сабағымызды аяқтаймыз. Немесе мына жердегі чат, осы сабақ түсінде де осы чатқа пайдаланса болады. Сәлеметсіңдер ме? Деген сияқты. Кешіріңіздер, ағылшын тілінің қарпы ауысып кетті. Сәлеметсіңдер ме деген сияқты. Міне, осылай сабақты жүргізе берсек болады. Оқушылар да осы жерге жаза берсе болады. Міне жабамыз, сабақты аяқтау. Кейін мені қайтадан мониторингқа кірсек болады. Оқушыларды орындаған, орындамаған көруші. Міне сабақ десек біздің жаңағы жасаған сабағымыз тұрады осы жерде. Және де осы сияқты міне артқа дейтін болсақ, артқа қайтамыз міне сабақ кестесіне. Енді міне мен жаңа енгізген сабағым бұл артық. Мен оны өшіремін. X деп өшіріп тастасам болады. Және де енді білімлендің сабағын қосуды барлығымыз білеміз, де сонда да көрсетейін. Сабақты қосу, сынып мысалы 5Б, пән десек мысалы ағылшын тілі. Ағылшын тілі, топ, және де сабақтың түрі, мені білімлен сабақтар деп таңдасам болады. Және маған білімлен автоматты түрде тақырыптардың кестесін сынады, я. Осы жерде менің егер ГТП-ма сай келетін болса, мен осы жерден кез келген тақырыпты алсам болады мұны. Оны фам деген тақырып таңдадым, сақтау. Міне ол автоматты түрде былай шықты. Өту осы сабаққа, я. Осы сабаққа өтуді басқан кезде, қазір міне маған дайын сабақ шықты. Lesson review, today we learn мақсаты сабақтың, я. Содан кейін міне бұл lesson review деген сабақтың көрінісі. Және
On a farm деген міне мына жерде балаларға арналған тапсырмалар. Одан кейін result, мына жерде результат. Егер мен қазір орындайтын болсам, және мұғалімдерге берілген мүмкіндік бар бұл жерде. Тест тапсырмаларында, мысалы, бірінші тапсырмаға басатын болсам, show the answer, жауаптарын көрсету, мысалы, тесттің жауаптарын автоматты түрде көрсетеді. Мұғалімде ғана бар бұндай. Міне келесі, келесі деп шығады. Менде ағылшын тілінде forward тіпті. Яғни сіздер барлық тапсырманы, міне үшінші тапсырмада, міне төртінші тапсырмада, барлық тапсырмада жауабын көрсету деген функция бар. Білмейтін мұғалімдер болса, міне осы жерден дұрыс жауаптарын сіз қарасаңыз болады. Тексеру үшін өзіңізді, және осы міне. Егер барлығына осылай қойып шығатын болсам, мен 8, міне 9 тапсырмаға осылай қойып шықсам, result, міне finish, аяқтау, менде 100 шығады. Егер мен барлығына осылай қойып шықсам. Міне бұл сабақ деген бөлім енді мониторинг. Міне мониторингта тура осылай міне орындаған оқушылар өздеріңіз көріп отырсыздар, осылай шығып тұрады. Енді видеоконференция, бағанағындай тура осы жерде видеоконференция жасасақ болады. Осы сабаққа байланысты түсінбеген сұрақтарды талқылау үшін, немесе тағы да бір мысалдарды көрсету үшін, видео көрсету үшін біз осы видеоконференцияны таңдауымызға болады сабақ. Мен енді артқа батырмасын басып бұдан шығып кетемін. Мен бұл артық сабағын өшіріп тастаймын. Және де мына жерде мынауда менде артық сабақ мені өшіріп тастаймын. Мына жерге мен енді сынып жетекшісі ретінде функциялар көрсетіп келіп отырмын. Қазір мен мына жерді ашамын жеке, өзіміздің жеке бетімізді. Ол жерде мені онлайн мектепте міне үй тапсырмасы, оқушымен байланыс, менің сабақтарым, конкурс, журнал, пәндер тізімі, бағалау, бейне сұрақтар деген сияқты бөлімдер бар. Бірақ мен қазір мектепті басқару деген жердегі сынып жетекшілерге арналған бөлім. Міне оқушыларға бассам, менің 5-ші В сыныбының оқушылары шығады. Көзді басамын. Көзді басқан кезде менің оқушыларымның тізімі шығады, және олардың логиндары мен парольдар шығады. Егер де оқушыларда бір қиындық туындап, олар парольдарын ауыстыру керек болып жатса, мен міне мынаған басамын көзге, және құпия сөзді өзгерту дегенге бассам, құпия сөзі өзгереді оқушының. Ал егер де мен деректерді өңдеуге бассам, оқушы туралы деректерді өңдеймін, міне сыныбы, туған күні деген сияқты. Ал егер де тағы да басатын болсам, міне мектептен шығаруды бассам, яғни оқушы мектептен кеткен болса, мектептен шығару, немесе оқушыны қосу. Маған мысалы жаңадан оқушы келсе, мен жаңа оқушыны қосуыма болады. Бұл түсінікті болса, міне топтарға басатын болсақ, міне менде тобы бар пәндер: орыс тілі, ағылшын тілі, көркем еңбек, дене, информатика. Орыс тілі басамын көзге. Яғни орыс тілде міне бірінші топ, екінші топ, бірінші топта мына оқушылар, екінші топта мына оқушылар, немесе топтан топқа мыналай ауыстыруға да осы жерде мүмкіндік бар. Оқушыларыңызды сақтау, міне сақталып тұрған нәрсе. Енді мен қайтадан кестеге өтетін болсам, сабақ кестесі, міне сабақ кестесі менде 100% көрсетіп тұр, себебі менде толтырылған. Сабақ кестесі, міне сабақ кестесінде менде осылай сабақ кестесін бір-бірінен егер орындар ауысқан болса, былай ауыстырсам болады деген сияқты мүмкіндіктер бар. Және де бір аптаны кестені көшіру, мен келесі апталарға тура осы кестені көшіре аламын. Осындай мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар міне осы аптаны, алдыңғы аптаның кестесін көрсем болады, оның алдыңғы аптаның кестесін, немесе келесі апталардың кестесі қойылған ба тексеріп көрсем болады. Сонымен қатар КТЖ бөлімі бар. КТЖ-ға кіретін болсақ, мектепті басқару деген жердегі КТЖ-да мен екі сыныбым онлайн сабақ беретін. Мысалы 5В-ға кіретін болсам, 5В-да міне осындай КТЖ бар. Бұл жерде мен өзгертсем де болады, құрметті ұстаздар. Мысалы мен сыныбымның КТЖ-сы, мысалы ағылшын тілінен КТЖ-ға кіретін болсам, міне сабақтар осылай: білім өнетін сабақтар, деп тұр, және менің сабақтарым деп тұр, құрметті ұстаздар. Мынау даталары қойылу керек болған. Мына жерде менің сабақтарым, қойған қолдан сабақтарым тұр, бәрі осылай тұрады. Тақырыпты қосуыма болады осы жерден КТЖ-ға, өзімнің сабағыма. Сол сияқты онлайн мектеп бөлімінде де бірнеше батырмалар бар. Міне оқушымен байланыс,
қай оқушымен байланыс қойғым келеді, сол оқушыны жаңа хабарлама, қай сынып 5В оқушыны таңдаймын. Осы жерден өзіме қажетті оқушы, мысалы Молдабек Ерсәлім, сабақты орында. Деген сияқты хабарламаны жіберу. Міне мұғалімнен хабарлама кетті. Сол сияқты бұл оқушымен байланыс болатын болса, міне тапсырмасы, мысалы 5-ші Б-ға тапсырмасын беруім керек болған. Тапсыру күні бағалау, жұмысын жою, жұмысын көру деген батырмалары бар. Менің сабақтарым. Бұл жалпы менің сабақтарым. Қандай сабақтар өткізілді, сол туралы. Және де БЖБ, ТЖБ біз әлі алған жоқпыз, бірақ осы жерге БЖБ, ТЖБ-ны құрамыз. Міне пәні деген бөлімі, БЖБ, ТЖБ. Конкурстар, журнал. Деген сияқты бөлімдері бар. Пәндердің тізімі, мысалы бейне нұсқаулықтар. Міне құрметті ұстаздар, көп нәрсені осы біз бейне нұсқаулықтан іздесек, барлығы осы жерде бар. Жеке кабинет. Мен жеке кабинетте менің өзім туралы ақпараттар, менің қай жерден қашан қалай сабаққа кіргендіктерім туралы. Құпия сөзді өзгерту мүмкіндігіміз бар. Енді құрметті ұстаздар, шығамыз білім өлшеміне. Мына батырмам бар, сол арқылы шығамыз. Рахмет. Аяқтаймын.